Бұрын мамамыз әр жұма сайын 7 нан созба жасайтын, қазір ол қалып бара жатыр. Оның орнына осы қаттаманы пісіреміз. Дайындалу өте оңай. Жарты стакан сүт, жарты стакан су, тұз және ұнға дәсір хетелді қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бұрынғыдай ашытқы қосып, оның ашып шыққанын күтіп отырмайсыз. Қамырды 3 бөлікке бөлеміз, кішкентай зуала етіп жасаймыз да, осы қамырды кішкене тынықтырып болып жаямыз. Білесіздер ма, қазір азып жүрген адамдар көп. Сондықтан майға, қуырылған нәрселер көбінесе жегісі келмейді, бірақ та дәл осынан өте пайдалы. Артық сұйық пайдаланбаймыз, ортасына 82,5% сары майды жағып, әр қамырды жайған сайын осылай беттестіріп бір-бірінің бетіне қоямыз, сонда әдемі қатпарлы болып шығады. Сосын қамырды домалақтайтын кезде осылай қамырды созып домалақтаңыздар, сонда сіздерде қатпары әдемі болып шығады. Қамыр жаюға ыңғайлы болу үшін кішкене тынықтырамыз, және жайып жатқан кезде 1 грамда ұн қоспайсыздар, өзі әдемі болып жайылады. Табамызды қыздырамыз, шылқылдатып май құймаймыз, онда азғантай сары май салып жібересіздер де, осы 2 бетін орташадан сәл төмен отта пісіресіздер, қақпағын жауып қойып. Міне бізде дайын болды. Дәл осы рецепті мен 8 штук қаттама шықты. Сақтап алып досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Және де көбінесе байқаймын, қазіргі таңда шайды демдеген кезде қайтармайтын болыпты. Негізінде шайды демдегеннен кейін 3 қайтара, одан кейін барып дастарханға ұсыныңыз. Сонда шайдың түсі, дәмі қанық шығатын болады. Ендеше сау болыңыз, аман болыңыз.